Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінен жат септікті өтеміз. Кеше табыс септікті өткенбіз. Табыс септіктің сұрақтары қандай еді? Кімді, нені, Кімде? кімдерді, нелерді, нелерді. Дұрыс айтасыңдар. Жалғаулары қандай еді? Тамаша. Енді ол есімізде қалса, оған байланысты сөзді таба аламыз деген сөз, иә? Жалғауды тапсаң, сұрағын тапсаң, сен сөйлемнің ішінен, сөздің ішінен табыс септік таба аласың. Енді бүгінгі сабақ жатыс септігі. Жатыс септігін өтудегі мақсатымыз жатыс септіктің жалғауларын бүгін білетін боламыз. Соны меңгеріп қайтуымыз керек біліп, иә? Және сөйлемнен жатыс септік жалғаулы сөздерді таба алатын боламын дейді. Яғни сендер осының бәрін бүгін орындасаңдар сабақ мақсатына жетеді. Түсіндік па? Ол үшін бірінші осы жатыс септігі туралы мен түсінік берейін. Жатыс септігідегі мен бірінші сұрағын айтпаймын. Сұрағын айтпаймын. Тек қана жалғауын айтамын. Жалғау арқылы қазір сендер өздерінің сұрағын қойатын боласыңдар. Түсінік па? Біз өзіміз ізденуіміз керек. Ал жалғауларымен таныстырайын. Да, де. Кешегі дейін мынау жуан болса, мынау қасындағы жеңіс кеше. Та. Яғни те. Жалғанған. Сөзге осы жалғау жалғанса, жатыс септіктегі сөз шығар. Енді соның сұрағын өзіміз табамыз деп айттық. Енді біз кез келген бір зат, атау септікте тұрған зат табайық. Атау септікте тұрса, яғни зат. Не деген сұраққа жауап беретін? Қандай сөз? Ағаш дейді, жарайсың. Ағаш деп айтайық. Сұрақ қандай? Не дегенге жауап берді. Яғни зат есім, яғни атау септік деп айтуға болады. Атау септікте тұрған сөз. Енді осы сөзге мынау жатыс септігінің жалғауын қосайық. Қайсысы қосылады? Қайсы төртеуінің ішінде? Ағаш, та қосылады. Дұрыс айтасыңдар. Ағаш, та. Та деген бұл алдыңғы сөзге бағынады, өйткені алдыңғы сөзіміз қандай сөз? Жуан сөзі ондағы дауыстарды жуан жалғанған жалғауда жуан болады. Түсінік ма? Бір-біріне бағынып тұр. Келесі бұған не деген сұрақ қойылды? Осы сөзге нелер деп сұрақ қоятын болсақ, не болады? Нелер болады? Ағаш, қар болады. Қайсысын қосамыз? Жалғаудың? Ағаштар? Ағаштар? Да болады. Мына жерде түк етіп қалды, мына жерде түк етіп қалды. Неге өзгерді? Сөздің мағынасына қарай өзгереді, байланысы. Дұрыс айтасыздар. Ағаштар да бұл сөздер қолданған жалғауымыз жуан. Түсіндік па? Енді бұл не кетті, нелер кетті? Енді кім дегенге сұрақ қоятын, кім деген сұраққа жауап беретін атау септіктегі сөз табайық. Кім? Айта беріңдер. Ата деп мақұл. Ата. Кеше әже болған. Бүгін ата болды. Ата. Яғни кім? Енді осы ата сөзіне, атау септікте тұрған сөзге жалғау жалғаймыз жатыс септігінің. Ата. Да. Ата. Да. Ата. Да. Да. Мына жерде ағаш. Да. Т әрпі болған. Мына жерде д кетіп қалды өйткені сөздің алдыңғы сөзге не істейді? Бағынады. Алдыңғы сөздің үндестіктер бір-біріне бағынады. Ата. Да. Сұрақ кімде? Енді осыны көпше түрде қалай атаймыз? Аталар. Аталар дұрыс айтасыңдар. Аталар. Көпше түрде. Енді осыған жалғау жалғаймыз. Да. Аталар. Да. Дұрыс айтасыңдар. Бұның сұрағы не болды? Де. Енді осы сұрақтардың ағашта дегенге сұрақ қояйықшы. Неде? Ағашта. Неде? Дұрыс айтасың. Сұрақ кетті. Екінші, нелер? Нелер? Де. Ағаштар? Да дедіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Нелер? Де. Үшінші сұрақ. Атада. Кімде? Де. Келесі көпше түрінде. Аталарда. Кімдерде? Дұрыс айтасыңдар. Кімдер? Деген сұрақ. Тағы бір сұрақ. Қайда деген сұрақ. Қайда? Мен мысалға қайда? Жайлауда.
тауда тұрамын, жайлауда тұрамын деген сияқты. Қайда? Жайлауда. Ауыл деген сөз бар. Басында біз ауыл деген атау септіктегі сөзді табайық. Ауылға сұрақ қоямыз. Ауыл сұрағы? Не? Енді осы неге мынау кез келген жат септігінің жалғауын жалғаймыз. Ауыл? Да келеді, дұрыс айтасың. Бұның сұрағы? Қайда? Міне сұрақтар. Енді толықтай қайталап өтеміз. Жат септігіндегі жалғаулар да, де, та, те жалғаулары. Оның сұрақтары жат септіктегі неде, нелерде, кімде, кімдерде, және қайда. Осы сұрақтар арқылы жатты септігі құралады екен. Жатты септігіндегі енді кітаптағы, ашында кітаптағы ережені салыстырайық. 29-шы бетті аш. Мұқият тыңдаймыз. Жатты септігіндегі зат есімдер кімде, міне таттық. Неде, кімдерде, мияқта тұр міне, нелерде, және қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жатты септіктегі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатты септік жалғаулары деп атаймыз деген ереже шығады. Түсіндіңдер ме? Бүгінгі сабақтағы жатты септігінің мағынаны толық түсіндік па? Түсіндік. Сұрағын түсіндік. Сұрағы менің жалғауларын түсіндік. Сол арқылы біз сөздің ішіндегі, сөйлемнің ішіндегі жатты септігін анықтай аламыз ба? Анықтай. Мақсатымызға сонда ғана біз сабақтың мақсатына жетеді екенбіз. Түсіндік па? Онда дәптерді ашамыз, жазамыз бүгінгі күнді 56-шы жаттығудағы қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады дегенде қара сөзбен берілген сөз қыста. Қыста дегеннің түбірі қыс. Сұрақ қоямыз. Не? Яғни атау септікте тұр көзіміз жетті, зат, яғни қыс. Енді та деген жалғауы қай септікті? Жатты септігінің жалғауы. Яғни бұл жердегі жатты септіктегі сөзіміз қыста екен деп төбесіне ж, с деп жазып қоямыз. Өстіп анықтаймыз. Түсіндік па? Түсіндік. Онда дәптермен жұмыс жасаймыз.